Міне мен қазір сіздерге демонстрация экраны дегенді қосамын. Экранды демонстрациялау. Ол мынау Zoom платформасы парақшасы ашылғаннан кейін төменгі жағында тұрады. Мінекей осылай экранымыз ашылып тұр, иә. Міне осы жерден баруға болады. Мінекей доска сообщений, түрлі хабарландырулар жазуға болады. Немесе мінекей біздің экранымыз. Міне экранды ашқан кезде менің экраным ашылды, мінекей, енді жұмыс үстелі ашылды. Мен бұның ішінен мынаны таңдаймын дейік, иә? Мынаны таңдап, мен мінекей, мынаны ашып, мысалға, балаларға мынандай тақырыпты түсіндірдім. Қашықтан оқыту, уақыт талабы. Қашықтан оқыту, бір-бірінен қашықта орналасқан білім алушы, яғни оқушы мен мұғалімнің әртүрлі байланыс технологияларының көмегімен жанама түрде өзара әрекеттестікте оқу нысаны. Қашықтан оқыту екі түрлі тәсілмен жүзеге асырылады. Синхронды оқыту және асинхронды оқыту. Міне осылай мен экранда отырып балаларға сабақ бере аламын. Оны біз онлайн оқыту дейміз. Және әрине балалар қатысып отырған кезде мынау менің жанымда бірнеше баланың бейнесі көрініп тұрады. Демонстрация экранын басқанда мінекей тағы бір тақта тұр, доска сообщения. Оны басамыз. Басқан кезде мінекей мынадай тақта пайда болды. Мінекей қаламды алып, бұлай жазуға болады мысалға оқушыларда. Эфирдің бір жақсы жері, эфир арқылы бірден тікелей жұмыс істесеңіз болады. Мысалға, балалар, мен қандай әріпті жаздым деген сияқты сұрақтар қойып отырып, балалармен байланысқа түсуге болады. Немесе бұны өшіру үшін мінекей ластикті алып, бұлай өшіруге болады. Және мынау текст дегенді қарап көрейік. Текст бассаңыз, мінекей бізге жазу парақша шықты. Мына жерге сабақты тақырыбы деп жазуға болады. Сабақтың тақырыбы деп жаздық, иә, үстеу деп қояйық. Сабақтың тақырыбы үстеу. Осы жерде қатемді бұлай түсіруге болады, мінекей. Және осының мінекей өзгертуге болады қалай. Мына формаға бассаңыз, түрлі түстер шығып тұр. Мінекей бұлай басып қалсаңыз, бірден қалаған түсіңізге өзгертуге болады. Бұны бұлай созуға болады, әдемілеп жазуға. Немесе мына жерде шрифт тұр. Көрдіңіз ба, шрифт. Шрифттен бұлай кішірейтуге болады, үлкейтуге болады. Осындай жұмыстарды атқаруға болады. Бұны өшіру үшін ластикке баруға болады. Мінекей ластикті бастап, сырты өшті. Немесе мына очистить формы. Очистить все рисунки. Бәрі өшті. Орнына өшіргішін қоямыз да, ары қарай тағы да рисовать. Рисовать еткен кезде қандай жұмыстар жүргізуге болады. Шеңбер. Қандай тамаша. Одан кейін тағы не дейді. Тағы қандай мынандай түрлі стрелкаларды қолдануға болады. Немесе жаңағы төртбұрыштарды қолдануға болады екен мінекей. Енді отсечкадан мынаны тағы да түрлендіруге болады. Немесе мынаны алып тастап, қазір көрсетемін сізге тағы біреу көрдіңіз ба, мынандай төртбұрыштар жасауға болады. Немесе қазір мен мына форманы былай ағартайын. Одан кейін мінекей рисоватқа барып, мынаны аламын да, мынаны сырттан көрінбей қалды. Өйткені сыртын мен бояған жоқпын. Қазір бояға барып көремін. Қайтадан мынаны алып тастауға болады. Алып тастадым. Енді мен мінекей боядым. Отслеживаниеге барамын да, сыртынан былай көрдіңіз бе? Түрлі осындай жұмыстар жасауға болады. Және балаларға осындай тапсырмалар беруге болады. Міне осымен синхронды сабақтарды жүргізуге арналған Zoom платформасы туралы сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабағымыз Zoom платформасының 3-ші сабағы экранды демонстрациялау тақырыбында болатын. Зейін салып тыңдағандарыңызға рахмет.
және Zoom-да жұмыс істеу үшін сіздің ноутбугіңізде орналастырылған веб-камера бар. Ал егер компьютермен жұмыс істесеңіз, компьютерде веб-камераны орнатуды ұмытпаңыз. Рахмет.